Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейірімді рахымды Алланың атымен бастаймын. Юсуф айтты: бұл шабарманды қайтаруым расында оған өзі жоқта қиянат қылмағандығымды және анығында Алла қиянатшыларды оңдамайтындығын білдіру үшін еді. Мен өзімді ақтамаймын. Раббымның рахымы түскен мұндайдан пәк сақтаған адам болмаса, шынында нәпсі жамандыққа бұйырады. Раббым расында өте кешірімді әрі мейірімді. Патша Юсуфты алып келіңдер, оны өзімнің арнаулы адамым етіп аламын деді. Юсуф келіп, онымен сөйлескенде, патша: бүгін біздің алдымызда сенімді әрі мәртебелі болдың деді. Юсуф: мені мемлекеттің қазынасын басқаруға қойыңыз, өйткені мен қазына басқару жолын жақсы білемін, әрі оны қорғай аламын деді. Біз Юсуфты міне осылайша ол жерге қалаған орында тұра алатын етіп орналастырдық. Қалаған адамымызды рахымымызға бөлейміз. Жақсы іс істегендердің сауабын зая кетірмейміз. Иман келтіріп тақуа болғандарға ақыреттің сыйлық сауабы бұл дүниенің дәулетінен артық. Юсуфтың ағалары ашаршылық жылдары астық іздеп Мысырға келді де Юсуфтың қабылдауында болады. Юсуф оларды таныды, олар інісін танымады. Юсуф оларға астық бергеннен кейін: сендер енді бір әкеден туған інілеріңді, Бунияминді ала келіңдер. Менің астықты толық өлшеп бергенімді және меймандос екендігімді көрмедіңдер ме? Егер оны маған ертіп келмесеңдер, мұнан былай мен де сендерге астық бермеймін, алдыма да келуші болмаңдар деді. Олар: біз оны әкесінен рұқсат сұрап әкелуге тырысамыз, сөзсіз айтқаныңды орындаймыз десті. Юсуф қызметшілеріне: бұлардың астыққа айырбастаған заттарын жүктерінің арасына салып жіберіңдер. Олар үйлеріне қайтып барғанда оны көріп, бізге қайтарып беру үшін қайтып келуі мүмкін деді. Олар әкелеріне қайтып барғанда: ой әке, Мысыр патшасы бізге енді астық бермейтін болды. Ініміз Бунияминді бізбен бірге жібер, сонда ғана астық алуымызға болады. Біз оны сөзсіз қорғаймыз десті. Әкелері Яқуб бұдан бұрын оның ағасын, яғни Юсуфты ертіп жібергенде, сендерге сенгенім сияқты енді бұған да сенейін бе? Алла ең жақсы қамқор, ең мейірімді деді. Олар жүктерін ашқанда астыққа айырбастаған заттарының өздеріне қайтарылғандығын көріп: ой әке, бұдан өзге не тілеуге болады? Заттарымыз өзімізге қайтарылыпты. Інімізді апарсақ, үйімізге астық алып келеміз. Інімізді қорғаймыз. Тағы бір түйе артық астық аламыз. Негізінен бұл патша үшін аз ғана астық қой деді. Яқуб: барлығың бірге қолға түсіп қалсаңдар амал жоқ. Бірақ оны қалай да маған қайта әкелуге Алланың атымен сет бермесеңдер, оны сендермен бірге жібермеймін деді. Ей балаларым, қалаға барлығың бір қақпадан кірмей, бөлініп әр қақпадан кіріңдер. Сендерге Алланың бұйрығынан еш нәрсені тоса алмаймын. Үкім Аллада ғана. Аллаға тәуекел еттім. Тәуекел ететіндер Аллаға тәуекел етсін деді. Олар қалаға, Мысырға әкелерінің айтқанындай бөлініп кірсе де, Алладан келетін тағдырдың еш қайсысына қалқан бола алмады. Тек Яқубтың көңіліндегі бір үмітті орындаған болды.
Яқұб біз үйреткен ғылым иесі еді, алайда адамдардың көбі оны білмейді. Олар Яқұбтың ұлдары Юсуфтың қабылдауына кіргенде, Юсуф інісін Бүньяминді өз қасына алып, құшақтап, мен сенің ағаңмын, олардың қылықтарына ренжіме деді. Юсуф оларды астықпен қамдағаннан кейін су ішетін кесесін інісінің жүгінің ішіне тыққызып қойды. Одан соң біреу, ей керуеншілер, сендер нағыз ұры екенсіңдер деп дауыстады. Олар бұрылып, бірдеңелерің жоғалды ма деді. Әлгілер, патшаның су ішетін кесесін жоғалттық, оны тауып берген кісіге бір түйе жүк сыйлық береміз, мен бұған кепілмін деді. Олар, Аллаға ант етеміз, өздеріңе мәлім, біз бұл жерге бұзақылық істеу үшін келмедік, және ұры-қары да емеспіз деді. Олар, Юсуфтың қызметшілері, егер сөздерің өтірікке шықса, оның жазасы не болмақ деді. Оның жазасы кесе кімнің жүгінен шықса, соның өзі құл болады. Соны алып қаласыңдар. Біз залымдарды осылайша жазалаймыз деді. Олар Юсуфтың інісінің жүгінен бұрын басқалардыкін ақтара бастады. Ақырында кесені Юсуфтың інісінің жүгінен тапты. Біз Юсуфке осындай амал үйреттік. Мысырда патшаның заңы бойынша Юсуф інісін алып қала алмайтын еді. Бірақ Алла осылай болуын қалады. Біз қалаған адамымыздың дәрежесін көтереміз. Әрбір білімдіден де асқан білімді кемеңгер бар. Олар, егер бұл ұрлаған болса, мұның ағасы да бұрын ұрлық жасаған болатын десті. Юсуф бұлардың жалған сөзін біліп тұрса да, ішіне бүкті. Оларға ашып айтпады. Сендер және де тым жаман жағдайда тұрсыңдар. Айтқан сөздеріңді Алла біледі деп қана қойды. Керуеншілер айтты, алдияр тақсыр. Мұның селкілдеп отырған қарт әкесі бар еді. Орнына біздің бірімізді алып қалсаңыз екен. Расында біз сізді ізгі жақсылардан деп білеміз десті. Юсуф, Алла сақтасын, затымызды кімнің жүгінен тапсақ, соны алып қаламыз. Әйтпесе, залымдардан болғанымыз ғой деді. Олар талабын орындатудан үміт үзгеннен кейін оңашаланып құпия кеңесті. Олардың үлкені Яхуза айтты, әкелерің сендерден Алла атымен серт алғанын және ілгеріде Юсуф жөнінен айыпты екендіктеріңді білмейсіңдер ме? Әкемнің ризалығынсыз әрі Алла маған бір үкім айтқанша бұл жерден тапжылмаймын. Алла ең әділ үкім шығарушы. Сендер қайтып әкемізге барыңдар да, ой әке, ұлың расында ұрлық жасады. Біз білетін нәрсемізге ғана айғақпыз, ғайыпты біле алмаймыз. Сенбесеңіз, біз тұрған қаладағылардың және бізбен бірге болған керуеншілерден сұраңыз. Айтқанымыздың бәрі рас деңдер. Олар әкесіне барып болған істі мәлімдегенде, Яқұб, жоқ, сендердің бұл іске нәпсілерің қызықтырған екен. Енді сабыр еткенім жөн болар. Оларды Алла өзі түгел оралтқай. Алла анығында бәрін білуші, хикмет иесі, деді. Яқұб бұларға сыт берді де, қайран Юсуфым-ай, деп қайғыдан көп жылай бергендіктен екі көзі ағарды, қасіретін ішіне жұта берді. Балалары, Аллаға ант етеміз, Юсуфты бұлай ойлай бермеңіз. Қайғыдан қан жұтып, өліп кетесіз ғой десті. Яқұб айтты, мен қайғы мұңымды Аллаға ғана шағамын. Алладан сендер білмегенді білемін. Әй балаларым, барыңдар, Юсуфты
оның бауырын іздеңдер. Алланың рақымынан күдер үзбеңдер. Шынында кәпір қауымдар ғана Алланың рақымынан күдер үзеді. Олар жолаушылап Мысырға қайта барып, Юсуфтың қабылдауына кіргенде, о мәртебелі тақсыр, бізге және отбасымызға ашаршылық келді. Оның үстіне әкелген нәрсеміз де мардымсыз. Бізге жетерлік астық беріңіз, садақа да беріңіз. Анығында Алла садақа бергендерді сыйлайды, деді. Сендер надан кездеріңде Юсуф пен оның інісіне істегендеріңді білесіңдер ме? Деді Юсуф. Сен өзің рас Юсуфсың ба? Деді олар. Юсуф, мен Юсуфпын, мынау менің інім. Алланың бізге рахымы түсті. Кім тақуа болып сабыр етсе сауап алады. Шынында Алла қайырлы іс істегендердің еңбегін зая кетірмейді, деді. Олар Аллаға ант етеміз. Шынында Алла сені бізден артық жаратыпты. Біз рас күнәһар болдық, десті. Юсуф, сендерге бүгін сөгіс жоқ. Алла сендерді кешіргей. Алла асқан мейірімді. Сендер менің мына жейдемді алып барып, әкемнің жүзіне ұстаңдар. Сонда көзі қалпына келеді. Және барлық үй іштеріңмен маған келіңдер, деді. Керуен Мысырдан Шамға қарай жолға шыққанда, олардың әкесі Яқуб пайғамбар, мені алжыды демесеңдер, мұрныма Юсуфтың иісі келіп тұр, деді. Балалары Аллаға ант, сен әлі бұрынғыдай алжасулы екенсің, десті. Сүйінші сұраушылар келгеннен кейін жейдені Яқубтың жүзіне ұстағанда, оның көзі қалпына келді. Яқуб, мен Алладан сендер білмегенді білемін демеп педім, деді. Ұлдары, әй әке, біз шынында жаздық жаңылдық. Күнәміз үшін Алладан кешірім тілегейсіз, деді. Яқуб, сендер үшін Раббымнан кеңшілік тілеймін. Анығында Алла аса кешірімшіл, өте мейірімді, деді. Олар Яқуб алейхиссалам үй ішімен Юсуфқа келгенде, Юсуф әке-шешесін құшақтады және Алла қаласа аман-есен Мысырға кіріңдер, деді. Юсуф әке-шешесін құрметті орынға отырғызды. Олар Юсуфке бас қойып сәжде етті. Сонда Юсуф айтты: жан әке, бұрынғы көрген түсімнің жоруы міне осы. Түсімді Раббым шындыққа айналдырды. Туыстарым мен менің арамды шайтан алыстатқаннан кейін мені абақтыдан шығарып, сендерді сахарадан мұнда әкеліп, Раббым маған қайырымдылық етті. Расында Раббым қалаған адамына шапағатты, ол бәрін білуші, хикмет иесі. Уа Раббым, маған патшалық бердің, түс жоруды үйреттің. Уа жер мен көктің жаратушысы, бұл дүние мен ақыреттегі ием өзіңсің. Мені мұсылман қалпында ала көр және игілер қатарына қос. Ей Мұхаммед, ғайыптың хабарлары болған бұл әңгімені саған уақи етеміз. Олар Юсуфтың ағалары Юсуфке сұмдық амал айла ойлағанда, сен олардың қасында жоқ едің. Сен адамдардың иман келтіруіне қанша ынтық болсаң да, олардың көбі иман келтірмейді. Сен Құран сөзін жеткізгеніңе олардан ақыр сұрамайсың. Құран барша әлемге уағыз насихат. Жер мен көкте толып жатқан ғаламаттар бар. Адамдар оған зер салмай жолай өтіп жүре береді. Олардың көбі Аллаға сенбейді, сенсе де серік қосады. Олар Алланың жазасының өз бастарына келуінен немесе қияметтің аңдаусызда оқыс келіп қалуынан қауіптенбей ме? Ей Мұхаммед, менің жолым осы. Адамдарды Аллаға шақырамын. Мен және маған ілескендер дәлелге сүйенеміз.
Алла пәк, мен мүшриктерден емеспін де. Сенен бұрын қала халқынан пайғамбар етіп еркектерді ғана жіберіп, уахи беріп тұрдық. Олар пайғамбарға сенбеген халық, өздерінен ілгергілердің тағдыры не болғанын жер бетін кезіп жүріп көрмей ме? Тақуаларға ақырет тұрағы қайырлы, түсінбейсіңдер ме? Пайғамбарлар елінің иманға келуінен күдер үзіп, өтірікші саналдық деп ойлаған шақта, оларға біздің жәрдеміміз келді де, қалаған адамымызды құтқардық. Күнәһар қауымға жіберген бейнет азабымыз қайтарылмайды. Олардың әңгімелерінде ақыл иелері үшін ғибрат бар. Құран ойдан шығарылған сөз емес. Ол өзінен ілгергі кітаптарды растайды, барлық нәрсені анық баяндайды. Әрі ол иман келтіргендер үшін туралыққа нұсқаушы және рақымымыз болып табылады.